2023 жылдың қарашасында бүкіл әлемді Қазақстанда болған сұмдық трагедия дүр сілкіндірді. Экономиканың бұрынғы министрі Қуандық Бишімбаев өзінің 31 жастағы жары Салтанат Нүкенованы аса қатыгездікпен өлтірді. Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырды. Сот процесі алқабилердің қатысуымен өтті және тікелей эфирде көрсетілді. Көпшілік әлі күнге дейін сенеді. Дәл осы қоғамдық қысымның арқасында қылмыскер лайықты жазасын алды. Сот Бишімбаевты 24 жылға қатаң режимдегі колонияға кесті. Бірақ 2 жылда өтпей жатып елді тағы бір қатыгез қылмыс шошытты. Бұл жолы күйеуі алдымен әйелін аяусыз ұрып, содан кейін оның қолдарын арқанмен байлап, аттың еріне бекітіп далада сүйреткен. Жәбірленушінің денесінде тірі жер қалмаған. Барлық сүйектері сынған. Ең қорқыныштысы, осы трагедияға дейін бұл адам билікке ұмтылған. Ол Ақсу ауданының бір ауылына әкім болуға кандидат болған. Қылмыстық іс Бишімбаев ісіндегі сияқты сол бап бойынша қозғалған. Қаза тапқан әйелдің отбасы да аймақта белгілі бір ықпалға ие. Мүмкін, егер бір батыл әйел шындықты жария етпегенде, бұл оқиға туралы ешқашан білмес едік. Енді ғана марқұмның жақындары әділдікке жетуге үмітті. Ал бұл істі жариялаған журналист Сандуғаш Дүйсенова мақала шыққаннан кейін келесі күні-ақ полицияға шақырылды. Неге? Ол куәгер емес, заң бұзған жоқ, тек өз жұмысын істеді. Бірақ біреулерге шындықтың жария болғаны тиімсіз еді. Мне позвонили с департамента полиции области Жетсу следователь и требует, чтобы я пришла в 434 кабинет для дачи показаний. Представляете, сегодня утром я опубликовала пост о жестоком убийстве женщины Айзат Жумановой. Вы все читали, вы все про это убийство знаете. Но почему-то полицейские решили, что это не убийство. Хотя, не знаю, может не полицейский, может прокурорский, я же не знаю. Дело возбудили по 106, часть 3, это нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Вы понимаете? Мне всего лишь удалось поговорить с близкими родственниками и получить информацию. Я имею право по Конституции Республики Казахстан. Свободу слова никто не отменял. Тем более закон у меня есть о масс-медиа. Я могу заниматься сбором, обработкой информации. Что я и сделала. Я тут при чем? 2025 жылдың 22 маусымы. Таңғы сағат 09:00 шамасы. Жұмановтар отбасының үйінде телефон шырылдады. Мұндай уақытта кім хабарласуы мүмкін? Салтанат, ол қоңыраудың олардың өмірін дейін және кейін деп екіге бөлетінін білген жоқ. Телефон шалған полиция. Сіздің қызыңыз Айзат ауруханада. Ол қайтыс болды. Суық дауыс, құр сөз. Бірақ өмірді күйрететін хабар. Айзатты облыстық ауруханаға түнгі сағат 02:30 шамасына жеткізген. Жарты сағаттан кейін дәрігерлер оның қайтыс болғанын тіркеді. Бұл жай ғана диагноз емес. Бұл азаптаудың тізімі. Жабық бас ми жарақаты, мидың ісінуі, бас сүйегінің сынуы, аяқ қол мен жамбастың көптік сынуы, кедір-бұдыр бетпен сүйретілу. Айзатты өлтірді ме? Әлде біреу шындықты жасырып отыр ма? Күйеуі Айбар Жамбалат бәрін былай түсіндірді. Ол селфи жасап жатып терезеден құлап кетті. Бірақ неге ол бұл туралы бірден хабарламады? Марқұмның туыстары оның сөзіне сенбеді. Өйткені денені жуған кезде олар мүлде басқа нәрсені көрді. Жыртылған тізелер, сынған саусақтар, жыртылған байламдар. Қол білектерінде тері жоқ. Бұл құлау емес еді. Бұл азаптау сияқты көрінді. Күйеуі жылқы ұстайтын. Жақындары қорқынышты болжам айтты. Айзат атқа байланған болуы мүмкін. Және дәл сол арқан денесіндегі іздерді қалдырған. Тағы бір сұрақ. Егер жарақаттар соншалық ауыр болса, неге киімі таза болды? Жауап біреу болуы мүмкін. Оны жуған, киіндірген және ауруханаға кеш жеткізген. Егер ол тірі болса, неге жедел жәрдем шақырылмады? Неге 120 километр алыстағы ауруханаға апарылды? Жауап ауыр. Мүмкін, ол кезде ол өлі болған. Бұл жай ғана оқиға емес. Бұл жиі. Бұл үнсіздік. Бұл қорқыныш.
Жыл сайын Қазақстанда кемінде 80 әйел отбасылық зорлық-зомбылықтан қаза табады. Ондағаны ауыр жарақат алады. Айзатқа небәрі 32 жас еді. Оның бүкіл өмірі алда болатын. Бірақ оны қорғауы тиіс адам оның өмірін тартып алды. Бұл абайсыздық па? Әлде жоспарланған қылмыс па? Жауапты уақыт береді. Бірақ бір нәрсе анық. Әділдік орнауы тиіс. Бұл жай ғана бір оқиға емес. Бұл шындық. Бұл біздің қоғам. Айзаттың дауысы енді шықпайды. Бірақ оны естіртетін біз. Сот үкімі шықты. Күйеуі 15 жылға сотталды. Бірақ осы жаза жеткілікті ме? Бір өмір үшін 15 жыл. Сен қалай ойлайсың? Егер бүгін үнсіз қалсақ, ертең тағы бір тағдыр күйрейді. Әділдік өзі келмейді. Оны талап ету керек. Пікіріңді міндетті түрде жаз. Осындай шынайы, ауыр оқиғаларды жіберіп алмау үшін каналға жазылып лайк бас. Бұл Карафайл. Мұнда әрбір оқиға шындық. Келесі кездескенше, сақ бол.